көріп отырсыздар, Марат ағамыздың жағдайы өте ауыр, өте бәріміз алаңдаушылық білдіріп отырмыз, қорқынышты сезімдеп отырмыз. Кешегі жағдайдан кейін, анализдан кейін, бұл енді Алла басымызға бермесін, бірақ енді бұл кісінің төзімділігі, қайраттығы, табандылығы деген енді сөзім жетпейді. Бұндай кісі дүниеге енді өте сирек келеді. Және енді білесіздер, 30 жылда енді бұл кісінің қойған рекордтарын әлі ешкімде де қайталай алмады. Сондықтан бұл кісіні біз міндетті түрде, шұғыл түрде түрмеден босатып алуымыз керекпіз. Ол үшін мана айтылғандай халықтың қолдауы керек. Ол үшін бейне түсірілу керек. Әркім өзінің үнін шығарсын, айтыңыздар, Марат Жыланбаевқа бостандық деп. Және енді көріп отырсыздар, мына енді әрлі-берлі жүріс-тұрыс, баратын адвокаттың қызметі бар. Қаржы жағынан да қолдауды сұраймыз халқымыздан. Себебі деген енді көріп отырсыздар, Марат ағамыздың жағдайы нашарлағандықтан адвокат енді апта сайын барады, енді апта сайын ба, күн сайын ба сондай вақыт халге жеттік. Себебі күннен күнге жағдайы өте нашарлап барады. Оның бәрі қаражат қажет етеді. Қаражат жағынан да қолдауыңызды сұраймыз. Енді сол үндеуім неге халыққа? Біздің мына қазір әркім осы шаруаға, осы іске немқұрайлы қарамайтын адам әркім бейне түсіріп, әлеуметтік желіні толтыратын болса, бұл топқа шегінеді. Себебі қазір міне Бақытжан Төреқожин айтқандай, олар оның кейбір құжаттарын өздерінше менсінбегенмен міндетті түрде орындайтын жағдайлар да бар екен. Соны бізде мына халық үнімен күшейтуіміз керекпіз. Сондықтан халыққа үндеуіміз, тілегіміз, сұрайтынымыз, қолдаңыздар бізді. Алға Қазақстан.